Имбаланс дегеніміз не және оны қалай пайдаланамыз? Имбаланс дегеніміз бұл бізде бағаның тепе теңсіздігі орын алған кезде пайда болады. Мысалы, қарапайым мысалмен түсіндіретін болсақ, бізде баға негізі осылайынан қозғалысын жасау керек. Ал имбаланс қай кезде орын алады? Бізде баға осылайынан резко жаңағы қозғалысын жасап кеткен кезде бізде пайда болады. Және осындай аралық бізде қалып кеткеннен кейін бізде не істейді? Баға кейін осы жерге тепе теңдік жасау үшін оралу керек болады. Және осы аймақтан кейін барып бізде баға не істейді? Өзінің қозғалысын жалғастыратын болады. Енді осы мысалды біз живой рыноктан қарап көрсететін боламыз. Енді имбалансты свеча арқылы қалай анықтаймыз? 3 свеча болатын болса, жалпы бізде 3 свеча болатын болса, және ортаңғы свечаны бізде екі арасындағы свечаның екі жағында свечаның іздері жаппайтын болса, бізде не болады? Осы жер бізде имбаланс болып қалыптасатын болады. Міне бізде мына свечаның ізі және мына жақта свечаның ізі ортасындағы свечаны не істеген? Жаппаған болатын. Және осы жер бізде имбаланс болып табылып, одан кейін баға осы жерге тартылғаннан кейін осы жер бізде уровень ретінде жұмыс атқарып, бізде не істеген? Осы жерде қозғалысты төмен қарай жалғастырған болатын. Яғни біз пулбэк ретінде пулбэк стратегиясын пайдалана отырып сауда жасайтын болсақ, яғни тренд арқылы сауда жасайтын болсақ, осылай имбалансты пайдаланып точка входа етіп саудаға кірсек болады екен.